Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен біз тағы да пайдалы подкаст арнасында жүздесіп отырмыз. Жалпы қазіргі таңда мектебімізде кітапхананың 10 күндігі жүріп отыр. Сол 10 күндік шара аясында, яғни кітап және цифрлық әлем деген іс-шара бар. Осы іс-шараның негізінде және де біздің мектепте кітап құмар байқауы өткізіліп отыр. Осы кітап құмар 3 байқауының негізінде бүгінгі подкастқа арқау болатын тақырып Төлен Әбдіктің «Әке» деген повесі болмақшы. Осы бірінші кезеңде оқушылар оқып, осы кезең бойынша тест тапсырғанда жоғары нәтиже көрсеткен оқушыларымыздың бірі 7-ші Б сыныбының оқушысы Бусин Балжан бүгін біздің қонақта. Қош келдің, Балжан. Ал енді жалпы сұрақтың басын осы повесті бастаған кезде, оқу бастаған кезде «Әке» деген повестің көз алдына қандай бейне келді және оның шығарманы аяқтаған кездегі ол ой қаншалықты өзгерді, болмаса сол қалпында қалды ма деген сұрақтан бастаған жөн көріп отырмыз. Басында «Әке» деген ат ең алдымен асқар тау, тірек, ал отбасының тірегі, батыр тұлға. Ал повесті оқып біткеннен кейін ол ой толығымен өзгереді. «Әке» деген тек қана отбасының тірегі емес, әрқашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Осы повесті оқу барысында саған қатты әсер еткен эпизод қай? Естөре басында өзі ұлттық болыстыққа таласып жүргеннен кейін ешкімді менсінбей шақырған асқа бармады. Кейін повесттің соңғы жағында ол сол шақырған үйге өзі тілемші болып тұрғаны маған әсер етті. Яғни дүние кезек деген мәселе бойынша болып тұр ғой. Иә, өмір алма кезек. Жалпы «Әке» шығармасының өзі басталып жатқан кезде әкең ауыр халде тез жет деген хабарлы жедел хат келеді ғой сайлауға. Сайлау сол кезде жолда келе жатқан кезде өзін бір кінәлі сезінеді. Не үшін ол өзін кінәлі сезініп отыр деп ойлайсың? Ол әкесінің алдында өзін кінәлі сезінді, өйткені өзі басқа жақта өзінің істерімен айналысып жүрді. Әкесінің арманы орындалмады. Әкесінің қасында болып, әкесіне көмектескен жоқ. Жалпы әкесіне аз көңіл бөлгені үшін өзін кінәлі сезінді деп айтқың келіп тұр ғой. Жалпы әкесінің бір арманы бар еді ғой, ол немерелерімен бір не істетсем деген, сол есінде бар ма? Немерелерімен бірге ойнап, немерелерін аймалап отырғысы келді әкесінің, бірақ ол арманы орындалған жоқ. Ол арманы орындалмай қалды. Ал жалпы сайлаудың қанша баласы бар еді, қанша немересі бар еді Сейсен атамыздың? Екеу-ақ еді. Сол екі немересінің өзін ол күнделікті көрмеген екен, солардың қасында болғысы келіп аңсады. Бірақ өкінішке орай олар жұмыс бабымен басқа қалада өмір сүрді. Жалпы әкеге деген сағынышы болып тұр ғой сол жерде, әкенің арманы орындалмай кетіп баратқанына сол мәселе бойынша ол күйінде деп есептейміз. Жалпы Сейсен өзі қандай кейіпкер болды жалпы? Сейсен өзі өлім аузында жатса да ойнап, күліп жатты. Ол өзінің қайғысын білдірмей, ол ауыл арасында бедел болған жоқ. Ағалары өліп, өзі ғана қалды. Енді өзінің жолдастарының айтуы бойынша, сол әулеттегі 5 адамнан ең бейшарасы сен едің деп әзілдейді ғой, енді ол жерде негізі әзіл деп айтып жатыр ғой. Басқалардың бәрі мысалға Дүйсенді алатын болсақ, Дүйсен сол жерде болыс болды. Басқа ағалары да әжептәуір батыр, абыройлы, сол елін жерін қорғап, сол жерде жан тапсырған болатын. Бірақ ең нашары сен болдың деген сияқты олар бір-бірімен тиісіп әзілдесетін. Жалпы Дүйсен дедік, Нұржан дедік, Қапсаттар дедік. Бұлар яғни қандай ерлік жасады?
осы шығармада қандай ерліктерін көрсетіп көруге болады? Атты казактармен бірге атты казактардың өзінің ауылын қорғап қалды. Нұржан сол атты казактардың кесірінен жан тапсырды. Атты казактардың ауылын қорғаймын деп. Нұржан деген сол жерде батырлық көрсетіп, атты қазақтардың бәрін, яғни жоспар құрып, соларды өлтіреді. Одан кейін олар біреу сатшы береді оның ішінде, пәленше деген өлтірді деп. Сосын оны басқа қазақтар келіп атып өлтіріп кеткен болатын. Жалпы бұл жерде олар елдің намысын, жердің намысын, ол жерде ол атты қазақтар ол жерде жаңағы малын, дүниелерін бәрін сыпырып әкететін болған ғой. Сол өздерінің абыройын қорғап қалу үшін сол жерде үлкен ерлік жасап, басын бәйгеге тіккен кездері, яғни батырлық ерліктері сол жерден байқауға болады. Одан кейін Қапсаттар деген ағасы да жаңағы Дүйсеннің бөгет соққан кездегі жағдайда, яғни сол жерде қарауыл болып жүрген кезде қаза табады ғой. Оның да ерлігін ерекше атап айтуға болады. Ал ары қарай көшетін болсақ, жалпы бұл жерде әке мен баланың арасындағы диалог дейміз ба, жалпы арасындағы байланыс дейміз ба, оны қандай сәттерден көруге болады? Сөйлескен ба, жалпы өмірінде сөйлеспеген ба, ол туралы қандай ойлар бар? Сөйлескен, әкесі өзінің барлық өмірін баласына айтып берген, бастан өткен оқиғаларын. Жалпы яғни ол жазып отқан жаңағы сайлау баласы болып тұр ғой негізі. Сол сайлау баласы әкесінің өмір тарихын бәрін бұл жерге түсіріп отқанына қараған кезде біз олардың арасында өте тығыз диалог болған, яғни бір-бірімен байланысып өз өмір тарихын баласына айтып қалдырған екенін көруге болады. Ал енді біз өзіміздің қоғамымызға қазір қайтатын болсақ, біздің отбасымызда қаншалықты мысалға біз әкеміздің тарихын, болмаса анамыздың тарихын білеміз. Сен өз жағдайында қаншалықты ол туралы әңгімелесесіңдер отбасында? Әкем мен анам өзінің Сейсеннің әкесі сияқты балалық шақтарын айтып береді кей кезде. Оны сен әдейі сұрайсың ба, өздері әңгіме барысында айтады ма? Өздері айтады, кей кезде өзім сұраймын. Өзінің бастан кешкен оқиғаларын, көрген қиындықтарын айтып береді әкелер. Қандай қиыншылыққа тап болды енді ол бастан кешкен кезде? Қандай қиыншылық? Ашаршылық болды ма, жоқ жаңағыдай жоқтықтан қиналды ма, жоқ жаңағыдай партияның қысымынан қиналды ма, қандай қиыншылық көрді? Жоқтықтан қиналған, бір-бірінің киімін киіп, бірақ бізде қазір ондай жоқтық болып жатқан жоқ. Осы кезде әкем мен анама алғысымды айтып беремін. Ешкімнен кем қалмай өсіп жатқан. Жақсы, енді қайттан өзіміздің жаңағы әке повесіне қарай оралатын болсақ, жалпы жаңағы шығармада біз әке повесін оқып отқан кезде андай бір эпизод бар. Сейсен өзі жан тапсырып болғаннан кейін молданың мынандай айтқан әңгімесі бар. Сейсен әулие екен, ол көз жұмардың алдында үй ішімен араздасып, сені шақыртқан екен деп молда Сейсеннің өлімі жайлы жақсы сөз айтуын түпкі мәні не деп ойлайсың? Жалпы яғни араздасу деген бұл жерде бір не тұр? Барлығымен өзінің өмірінің соңында қоштасып өтті, алғысын айтып. Араздасу деген қоштасу өмірінің соңында баласын шақырып, баласымен қоштасып, баламды көру деген арманы бар еді әкесінің, сол баласын көрді. Жалпы отбасымен жаңағы өзінің жақын туыстарымен қоштасып, араздасып өлу жалпы біздің түсінікте, қазақи түсінікте бір ақ өліммен өлу дейді ғой. Жалпы ақ өліммен өлу, яғни бәрімен ырзашылығын алып, осы сұрақ тестте келді, осы сұраққа дұрыс жауап бере алды ма, жауап бере алмадың ба? Осы араздасу деген. Дұрыс жауап бермедім, ал мен араздасу деген түсінбей қалдым, сол кезде одан кейіннен барып түсіндім. Мен тағы да бір осы шығармадағы маған қатты әсер еткен жері, ауылдан Құдияр деген председателі болады. Осы председателі бір күні жаңағы
Сейсен ақсақалдың үйіне келіп, сол жерде домбырасыменен біраз не жырлайды, жыр айтады. Иә? Сол жерде үйімізге адам сыймай кетті дейді ғой. Сол жырды тыңдау үшін. Жырды айтады, Абылайды айтады, Бөгенбайдың қазасын айтады. Сөйтіп айналдырып келіп, ақырында жаңағы сайлаудың ағасы болады ғой, Ермек деген, соғысқа аттанып кеткен. Сол соғысқа кеткен Ермектің, яғни шахид кеткен ақырында яғни жеткізеді ғой. Бұл жерде нені көруге болады деген кезде, енді мен қазақтардың қаралы хабарды жеткізудің қаншалықты мәдениеті, қаншалықты бір көркем түрде жеткізуінің мәселесін көрдік та. енді бұл жерде мысалға бірден келіп пәленше ұлың өлді деп айтудан гөрі жаңағыдай бірінші жырменен олардың әбден көңілдерін, яғни дүниенің жалған екендігін сезіндіріп алып келеді да, одан кейін барып осы қазасын жеткізген кезде уже ана хабар аналарға оншалықты қатты әсер етпейді ғой. Себебі осы шығармада тағы да бір тура қаралы хабарды бір Мантай деген ба бір хабарды айтқан кезде, Жорабек армиядан аман келіп жатыр деп жақсы хабар айтқан кездегі оның анасы оны көрмей сол жерде жүрегі ұстап өліп кетеді ғой. Иә? Бұл жерде айтқысы келіп тұрған нәрсе шығармада хабардың өзін дұрыс жеткізудің қаншалықты пайдалы екенін айтқысы келіп тұр ау деймін да мен. Иә? Сол кезде анау анасының сонша жыл күткен баласын, армиядан аңсап күткен баласын жақсы хабарды естіп жүрегі жарылып сол жерде, яғни бақилық болып кетеді ғой. Сондықтан бұл жерде біздің қазақтың мәдениеті, қазақтың дәстүрі соншалықты тереңге кеткенін көруге болады. Және жаңағы араздасу арқылы өлім алдындағы сәтті, былайша айтқан кезде өлім алдындағы дәстүрді, салтты әдемі сипаттаған деп ойлаймын осы шығарма арқылы, бері деп ойлаймын. Енді жалпы соңғы сұрақтардың бірі деп айтсақ болады. Мынау шығарманың соңғы эпизодын оқуға тура келіп тұр. Осы жердегі осы соңғы сұрақ болсын. Жалпы келесі күні, яғни бәрін аттандырып болғаннан кейін, іс-шараларын бәрін жасап, жетісін өткізіп болғаннан кейін, бұл не істейді? Совхоз директорының машинасына ілесіп жүріп кеттім дейді. Қайғы жүгі жеңілдеп, бойым сергіп қалған секілді. Өлікті қата тұтқан осынау құрвар өлім жоралғысын ғасырлар бойы халық арасында сақталып, келуінің сырына жаңа түсінгендеймін. Япыр-ау деймін ішімнен таң қалып. Неге жұрт ел ортасында өлгісі келеді? Неге өмір бойы басқа жерде ғұмыр кешіп, тек өлу үшін туған елге оралады? Неге дейді? Әлдеқалай көңілім босап, көзіме бір ыстық жас тірелді. Бірақ әкемнің қазасына жылағам жоқ. Басқа бірдеңеге, басқа нәрсеге дейді. Сонда ол неге жылады деп ойлайсың? Осы соңғы эпизодта. Әкесінің өлгеніне емес, өзінің кеш түсінгеніне жылады деп түсінемін. Әкесінің арманын орындай алмай қалғанына, әкесінің қиын өмір көріп өскеніне, арманын орындай алмай қалғанына. Солай деп есептеп отырсың ба? Тірі кезінде бағаламағанына. Тірі кезінде біз көп нәрсе бағалай бермейміз ғой, мәңгі жүретін сияқты болып сезіліп қалады. Осының әттеген айы, яғни жалпы әкемнің өлгені мен жылаған жоқпын деген кезде менің ойыма мынандай мәселе келді. Жалпы бұл жаңағы қазақтың даналығына қалай сезінді ол? Жаңағы өліктегі осынша салт жоралғыларды, яғни сақтап келе жатқанын басында тілге тиек етіп отыр ғой, иә? Осы мәселелер қазақты өзім сол басынан өткеннен кейін ғана соны сезініп отырмын деп, яғни осы қазақтың несіне көңілі босап жылады-ау деп ойлап тұрмын мен. Енді оны анығын өзі білер, болмаса шығарманы жазған адам нақтылап айтар. Жалпы енді осы Төлен Әбдіктің шығармасын, басқа шығармаларын өзің оқып көрдің бе, оқып көрмедің бе? Әзірге жоқ. Қаншалықты жиі оқисың кітапты? Тек сайыстарда ма, или өз бетінше кітап алып оқитын уақыттар бола ма? Кейде. Әдеби кітап көп оқымаймыз, иә?
Бірақ байқаймын өткенде кеш туралы аңызда да мықты үштіктің қатарына кірдің. Олар бір кездейсоқтық па или шын мәнінде соған беріліп оқып сол сұрақтарды шештің ба деген сұрақ тағы да мазалап тұр ғой мына жақта. Алдыңғы жылда болды, ол кезде қатты дайындалмап ене алмадым. Осы жыл жақсы дайындалдым, барлық жақтан іздестіріп. Жалпы дайындықтың арқасында деп тұрсың, ол кездейсоқтық емес, иә? Жалпы кітап құмардан не күтесің енді? Финалға өтетін үмітің бар ма, жоқ па? Бар. Нешінші орын аламын деп жоспарлап отырсың? Болжап отырсың. Иә, негізі барлық адам арманы ғой. Негізі бәрін жеңу бұл бірінші мақсат болып тұр дейсің ғой. Мықтысы 10-қа кірсем де жаман болмас деп тұрсың ғой. Жалпы енді кітап құмардың екінші сайысына да уже санаулы күндер қалды. Бір аптадан кейін екінші кезеңді аяқталайын деп тұр. Сол бойынша тест тапсырамыз, одан кейін финалдарды анықтайтын боламыз. Басқа көрермендерге айтып отқан жағдайымыз. Жалпы биылғы кітап құмардың ерекшелігі неде былтырғыларға қарағанда? Көп уақыт берілді, дайындыққа 15 күндей берілді. Жақсы дайындалып, іздестіріп, сұрақтарға өзімізде дайындап жүрдік. Оның арқасында үштікке кірдім деп ойлаймын, өзім дайындықтың арқасында. Алдыңғы жылға қарағанда көп уақыт берілді, сосын сұрақтардың да саны өсті. 30 сұраққа алдыңғы жылда 15 сұрақ берілді. Иә, дұрыс байқапсың. Жалпы жас ерекшеліктері де биыл сәл не болып тұр, айырмашылық болып тұр, иә? Алдыңғы жылы мысалы 7-8 бөлік болатын болса, 9-11 бөлік болған болатын болса, бұл қазір 7-10 сыныптар арасында барлығы қосылып бір не болып тұр. Ал енді негізгі қояр сұрақтарымыз аяқталды. Жалпы пайдалы подкасттың 11-ші шығарылымын аяқтап отырмыз. Бізге көріп, яғни тамашалағандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы біз шығарманы толық ашалдық деп есептемейміз. Бұл шығарма әлі де жеңімпаздармен тағы да кездесеміз деп ойлаймыз. Финал кезінде жеңімпаздармен соқтан түсіністікпен қарайды деп үміттенеміз. Бізді қолдап, яғни арнамызға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды Таудан биік, теңізден терең әкем, еңбегіңіз ел кеткен ерен әкем. Адамзаттың асылы әз байғам бар, одан кейін тұрады менің әкем. Судан таза, қардан да аппақ арың, ешкімнің ала жібін аттамадың. Менің әкем 1000 жылда бір туатын, ұл адам деп ұлыма мақтанамын. Кешегі мен әкемнің бүгінімін, кекілін жел тараған құлынымын. Алтын деген мен емес, менің әкем, мен алтынның жай ғана сынығымын.